Баршаңызға сәлем. Қандай сиыр сүтті болады? Қара ала сиыр сүт бағытындағы тұқым. Голланд тұқымы мен одан тараған Остфриз тұқымдарының бұқаларын жергілікті сиырмен ұзақ уақыт бойы өндіре будандастыру арқылы шығарылған. Жаңа тұқым ретінде 1959 жылы бекітілді. Қазақстанға тың игеру жылдары әкелінді. Қара ала сиыр сүтті мол беретін тұқым, етінің сапасы жақсы, жергілікті жерге тез бейімделеді. Түсі қара, ала, кейбір сиырлардың жамбасы мен жауырынында ақ жолағы болады. Республикада асыл тұқымды қара ала сиырдың саны 30 мыңнан асады. Өнеркәсіптік әдіспен сүт өндіру технологиясына әбден бейімделген. Бұқасы 850-950 кг, сиыры 470-550 кг тартады. Жылына 3,7-4,2 мың кг сүт береді. Майлылығы 3,6-3,7%. Ет шығымы 55-57%.